Бүгін бүкіл әлем бойынша мүгедектігі бар адамдар күні атап өтілуде. Осыған орай көзі нашар көретін және зағип жандарға арналған облыстық арнайы кітапханада әңгімелер мен өлеңдердің ең жас павлодарлықтар жазған аудио жинағының тұсауын кесті. Раз, два, начинай. Әліппе. Мамасы әкеп шәріпке беріп еді әліппе. Оқу қайда шәріпке. Тыңдамайды әріпте. Аудио жинақ осылай жазылады. Кітапхана қызметкерлері өздері жинаған арнайы студияда үнемі жұмыс қызып жатады. Жас павлодарлықтар классиктерден бастап жаңа авторларға дейін барлығын оқиды. Олардың жұмыстары цифрлық форматта шығып, әлемді көру мүмкіндігінен айырылған жандар үшін қолжетімді болады. Өмірде қайырымды істерді көп жасау керек дейді ғой. Мен де игі іс жасағым келіп осы акцияға қатыстым. Мен өзімнің қазақ тілінен алғашқы ұстазым Аягөз Серікқызына сәлем айтқым келеді. Ол балабақшада маған қазақ тілін үйретті. Басында қатты уайымдадым. Маған қолдау көрсеткен кезде барлығы қолымнан келе бастады. Басты назарда танымал балалар ақыны өлкетанушы Мүбәрак Жаманбалиевтің шығармалары. Оның өлеңдері аудио жинаққа негіз болған. Біз 40-тан астам аудио кітап жаздық. Бұл ересектер мен балаларға арналған кітаптар. Негізінен біз көбінесе Павлодар Ертіс өңірінің авторларына басымдық береміз. Оның ішінде көзі көрмейтін павлодарлық ақындар бар. Қазір студияда жаңа аудио жазуға дайындалуда. Онда тағы да Ертіс өңірі авторларының әңгімелері мен өлеңдері болмақ. Бибінұр Хамитқызы, Артем Буланов, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы.